Ал Түркістан облысында тауда жоғалып кеткен екі туристі іздеу жұмыстарына Өзбекстан құтқарушылары да қосылады. Олар көрші елдің шекара бойындағы өзен жағалауын сүзіп шығады. Бұған дейін тауда адасқан туристердің үшеуі табылып, тағы екі жігіттің өлі денесі Өгем өзенінен табылған. Бүгін марқұмдарды туғандары жер қойнына тапсырды. Ал атыраулық Нұрдәулет Наурызбай мен Кентаудағы лицей түлегі Қуаныш Тоқтасыннан әлі хабар жоқ. Оларды іздеген тікұшақ Сайрам Өгем ұлттық паркын толық шолып шыққан. 3 күн бұрын Өгем өзенінен табылған Әлімжан Хайруллинді Ақтөбеде жерледі. 22 жастағы Назарбаев университетінің студенті отбасындағы жалғыз ұл екен. Туған өлкесіндегі білім инновациялық лицейін алтын белгіге тамамдаған. 4 жыл бұрын бітіріп кетсе де мектебімен байланысын үзбепті. Саяхатқа шығардың алдында лицейде болып, олимпиадаға қатысатын оқушыларға көмектескен. Әлімжанның қапыда қыршын кеткеніне жақындары әлі сене алар емес. Осыдан өмірден өтер бұрын бір 15 күндей бұрын ғана кеткен еді осы жерден. Бірнеше рет кездескенбіз. Осындай ауыр қайғыны естіген кезде төбемізден жай түскендей болды. 8 қырлы бір сырлы қасиеттердің бәрі Әлімжанның бойынан табылған еді. Жолдастарының алдында сыйлы, өте қамқор болды. Өгем өзенінен табылған екінші студенттің мәйіті Кентауға жеткізілді. Марқұм Абылай Тоқтасы мен саяхатқа інісі Қуаныш та ере шыққан екен. Ақтаудағы білім инновация лицейін биыл бітіретін оны құтқарушылар әлі іздеп жатыр. Шатқалға шығып хабарсыз кеткендердің тағы бірі атыраулық Нұрдәулет Наурызбай. Тікұшақ олар болған Сайрам Өгем мемлекеттік паркін толық шолып шыққан. Енді іздеу жұмыстарына бүгіннен бастап Өзбекстанның да құтқарушылары қосылды. Олар көрші елдің шекара бойындағы Өгем өзенінің арнасын тексереді. Червак су қоймасына дейін қарап шығатын болады. Өзбекстан Республикасы, Ташкент облысы төтенше жағдайлар бас басқармасының қызметкерлері де өз аумақтарында іздестіру жұмыстарына кешеден бастап кірісіп отыр. Қазіргі таңда іздестіру жұмыстары басталғалы бері 350 километрден аса аумақ жаяу жүру арқылы тау шатқалдармен жүргізілді. Сонымен қатар ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалану арқылы 170 шақырымға жуық аумақ зерттелді. 7 адамнан тұратын топ тура 10 күн бұрын ұлттық парктегі Сарайғыр шатқалына кеткен еді. Олардың 6-ы Назарбаев университетінің студенті. 3 күн тауда түнеп оралу жоспарларында болған. Бірақ қайтар жолда адасып екіге бөлінеді. Қазір қалған 2 туристі тәртіп сақшыларынан бастап, парк қызметкерлері мен шекарашылар, құтқарушылар тірі деп үміттеніп, табылғанша іздеуді тоқтатпайтынын айтады. Жаңалық Ақаш, Бегабиев, Мейрамбек Симанов, КТК.